Пациентті фаулер жағдайында жатқызу. Бұның мақсаты пациентке төсекте ыңғайлы қалып жасау. Қолданылуы мәжбүрлі және пассивті жағдайда жатқан пациентке және де ойылу қаупін алдын алу мақсатында қолданылады. Алдымен пациенттен келіп келісім аламыз. Саламатсыз ба? Мен осы бөлімшесінің мергерімін, атым Сайымайла. Сізге қазір керуеттің бас жағын 45 градусқа жоғары көтереміз. Өз келісіміңізді бересіз бе? Пациент келісім береді. Ендігі кереуеттің тежеуішін бекітеміз, тіреуіштегі төмен түсіреміз. Пациенттің үстіндегі көпесін аламыз. Пациенттің төсекте горизонтальды арқасымен жатқанына көз жеткіземіз. Және де функционалды кереуетте пациенттің бас жағын жоғары көтереміз. Пациенттің бас жағын 45 градусқа жоғары көтереміз. Бұл фаулер қалпы деп аталады. Пациенттің төсекте ыңғайлы жатқанына көз жеткіземіз. Сізге бұл қалып ыңғайлы ма? Жақсы. Ендігі пациентте ойылу қаупін азайту мақсатында жастықшаларды және валиктерді қолданамыз. Бізге қажетті заттар арнайы поролон домалақтары және де жастықшалар, валиктер қажет болады. Сосын аяқ тіреуші қажет болады. Алдымен пациентте қалтасымен жатқандықтан ойлы болатын аймақтарға бірінші жастықшаларды, валиктерді қойып шығамыз. Пациенттің яғни құйымшақ аймағына арнайы валигімізді қоямыз. Пульсіңізді көтеріңіз. Жақсы. Сонымен қатар пациенттің қолдарының астына жастықшаларды қойып шығамыз. Яғни шынтақ аймағына, екінші қолына. Жақсы. Ендігі пациенттің алақандарында осындай валиктерді қоюға пайдаланамыз. Жақсы. Сонымен қатар пациенттің сан және сирақтың 1/3 бөлігіне жастықшаларды орналастырамыз. Тізе астына. Және де пациенттің аяқ жағына арнайы тіреуішті қолданамыз. Яғни бұл тіреуіш пациенттің аяғын функционалды жағдайын қалпын сақтауына және аяқтың салбырамауын алдын алу мақсатында тіреуішті қоямыз 90 градуста. Пациенттің ыңғайлыққанына көз жеткіземіз. Сізге бұл қалып ыңғайлы ғой? Жақсы. Ендігі пациенттің көпесін жағамыз. Тіреуіштен жоғары көтереміз.